Бұл домбыраның бағасы 40 мың теңге. Бұл ең арзан домбыра. Ал бұл домбыра 25 мың теңге тұрады. Бұл өте қымбат сувенир. Енді сізде логикалық сұрақ пайда болуы мүмкін. Мына домбыраның бағасы мынаған қарағанда қымбат қой. Неліктен бұны ең арзан домбыра деп атадың деген сұраққа жауап бере кетейін. Бұл күй тартуға немесе үйренуге арналған домбыра емес. Бұл декорациялық мақсатта қолданылатын домбыраның муляжы. Енді сізге екі домбыраның қандай айырмашылығы бар екенін түсіндірейін. Бірінші айырмашылығы мойнында. Шетелдік домбыраның, нақтырақ айтқанда Қарақалпақстаннан келетін домбыраның мойны жуан, ыңғайсыз жасалған. Ал Тебірент шеберханасының домбырасының мойны жіңішке, ыңғайлы эргономикалық пішінде жасалған. Ол балаңыздың болашақта домбыраны үйренуіне ыңғайсыздық тудырмай, құлшынысын арттыруға үлкен үлесін қосатын фактор. Екінші айырмашылығы, құлағы орнатылған алақан ағашы қатты әрі тұрақты ағаштан жасалған. Заводтық скрипкаға арналған арнайы құлақтар орнатылады. Ол өз кезегінде қайта настройка жасап әуре болмас үшін бұрауы кетіп ыңғайсыздық тудырмауына кепілдік береді. Үшінші айырмашылығы бет қақпағының жабуға арналған ағаштың таңдалуында. Байқасаңыз, Тебірент шеберханасының домбыраларына жоғары 3А сортты өте жақсы кепкен ағаштар таңдалады. Жолақтары жақын орналасқан біркелкі қарағай ағашы дауыстың қоңыр әрі әсемдігіне әсер ететін үлкен фактор. Төртінші айырмашылық шанағына қолданылатын ағаш. Қарақалпақстан жерінде жасалған домбыраларға көбіне құрылыс базарында сататын шикі қарағай ағаштары қолданылады. Ал Тебірент шеберханасының қолжетімді домбырасына кемінде орталық Азияда өсетін, яғни жергілікті қарағаш қолданылады. Ол өз кезегінде қаттылықпен қоса текстураға бай әсемдік сыйлайды. Бесінші айырмашылық, ол оюына қолданылатын материал. Шеберханамыздың домбырасына табиғи ағаштан жасалған шпонды сүйекпен көмкеріп жасаймыз. Ал сувенирде наклейка жабыстырылады. Және ең басты айырмашылығы даусында. Тебірент домбырасына дауыс тазалығы мен нота анықтығына және бет қақпағының тұрақтылығына 1 жылдық сапа кепілдігі беріледі. Қазақстанның кез келген жеріне жеткізу бар. Сыйлыққа чехолды қоса аласыз. Арзан домбыра әшекейге ұқсайды, бірақ шынайы үнге ие емес. Сапалы домбыра ғана жанды тебірентеді.